Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта біз ежелгі платформалар аумағындағы бедер пішіндерін қарастырып кеттік. Кембрийге дейінгі ежелгі платформаларға мысал келтірдік карта бойынша. Және аккумуляцияда тоқтадық. Енді аккумуляция бойынша қарастырып кетейік. Солтүстік Америка мен Шығыс Еуропа жазықтарының төбелі бедерінің негізгі бөлігі материктік мұздықтардың қалдық шөгінділерінен қалыптасқан. Ал солтүстік Африка мен Австралия шөлдерінің төбелі бедер пішіндері эолдық аккумуляция есебінен түзілген. Платформалық бедердің басқа да кейін таралған түрі денудациялық жазықтар. Бірінші тақырыпта мен сіздерге ол денудациялық жазықтардың көрінісін көрсетіп кетемін. Аккумуляцияның көрінісі таулардың құлама беткейлерінде денудациялық процестер нәтижесінде беткейлердің бір-бірінен параллель шегінуі арқылы тау етегінде қалыптасқан жазықты педимент деп атайды. Педимент көрінісі сіздердің алдарыңызда. Бұған мысалы Апалачи тауының оңтүстік шығыс беткейі таулардың морфологиясына және пайда болуына көп жағдайда айырылымды тектониканың әсері мол деп айтып кетуге болады. Аккумуляциялық жазықтар аумағында денудациялық процестер мардымсыз болады деп ана тақырыпта сіздерге мысал келтіргем. Үгілген материал олардың қалыптасу орнынан шайылып кете алмайды. Сондықтан жер бетінде жинақталады. Бұған сырттан келген борпылдақ материал өзендік, мұздық, эолдық қосылады. Сөйтіп, аккумуляциялық жазықтардың морфологиялық көрінісі сол жерде пайда болған және айналадағы территориядан әкелінген беткі борпылдақ түзілімдерімен анықталады. Кейбір аймақтарда неоген төрттік кезінде сәл тектоникалық төмендеуге ұшыраған немесе төмендеуді тоқтатқан, бірақ біршама көтеріліске ұшыраған аккумуляциялық жазықтар кездеседі. Мұндай жазықтарда жас борпылдақ түзілімдердің жамылғысы өзінің шамалы қалыңдығымен сипатталады. Осы түзілімдердің астында жатқан түпкі тау жыныстарының құрылымы айқын көрініп тұрады. Осындай жазықтар Шығыс Еуропа мен Солтүстік Америка платформаларының негізгі ауданы Туран тақтасының шу сарысу синеклизінің солтүстік бөлігін алып жатыр. Тау жыныстарының жер бетіне жақын жатуы аталған аумақтың эрозиялық қорының пландық конфигурациясына және эрозиялық пішіндерінің морфологиялық келбетіне әсер етеді. Мұндай жазықтардың бет-бедері олардың астында жатқан түпкі құрылымдарының біркелкі еместігінің сәл тегістелген түрінде бейнелеп бел-белесті немесе жон тәрізді болып келеді. Бедердің кейбір кішігірім пішіндері сырттан алынып келген түзілімдерден тұрады.
Солтүстік Америка мен Шығыс Еуропа жазықтарының төбелі бедерінің негізгі бөлігі материктік мұздықтардың қалдық шөгінділерінен қалыптасқан. Ал солтүстік Африка мен Австралия шөлдерінің төбелі бедер пішіндері эолдық аккумуляция есебінен түзілген. Платформалық бедер басқа да кең таралған түрі денудациялық жазықтар деп атайды. Денудациялық жазықтардың көрінісін көріп кеттік, үстінде. Олар жер қыртысының оң бағыттағы қозғалыстары басымды болған жағдайда қалыптасады. Денудациялық жазықтардың өздеріне тән бір белгісі олардың бедері. Денудацияланған тау жыныстарының геологиялық құрылымдарына байланысты болуы. Оларға ең айқын мысалдар ретінде қалқандарға денудациялық жазықтарды жатқызуға болады. Қалқандар аумағында платформалық іргетасының жер бетінде шығып жатуы бұл өңірдің ұзақ уақыттар бойы денудациялық процеске ұшырағанын көрсетеді. Көтерілу қарқынның денудациялық қарқынға теңдес болуы және бұл процестердің ұзақ уақыт аралығында болуы ежелгі құрылымдардың тегістелуі мен шайылуына әкеп соғады. Көтерілу қарқынның денудациялық Кембрийге дейінгі платформалардың Балтық және Канада қалқандарының жүзеген жазықтарды жатқызуға болады. Жазық бағытта жатқан төзімді және төзімсіз тау жыныстарды қабаттарының тұратын платформа өңірлерінде денудациялық процестер үстірт немесе баспалдақ тәрізді жазықтарды қалыптастырады. Мұндай көтеріңкі жазықтарды шеткі жақтарында айналасы тік немесе құламалы келген кертпештермен оқшауланған тегіс бетті тау жұрнақтарды төткіл өлкелерінің қалыптасуына әкеп соғады. Теория жүзінде идеалды денудациялық жазықтар пенеплен болып саналады. Ал шынайылықта осыған жақын қалқандардың денудациялық жазықтары пенеплендермен салыстырғанда биіктер белгілерінің ауытқуымен және бедер пішіндерінің түйіндесу сипатына ерекшеленеді. Бұл жазықтардың геологиялық дамуының құбылмалы физикалық географиялық жағдайларының әртүрлілігімен және бедер түзу жағдайларының өзгешелігімен түсіндіріледі. Осы өзгешеліктерді біз келесі тақырыпта жалғастырып айтамыз.